Достар, сәлем, қалдарың қалай? Получается, как раз алып келдім ғой мен, не? Отлично, да? Вот, достар, көліктің реально алдыңғы жақтарының барлығы кеткен. Рустам ағаның айту бойынша мен мына запчасті прямо как раз алып келіппін. Достар, мына еш нәрсені жасырмаймын. Машинаны көріп тұрсыздар. И мынаны кесіп қоятын болады. Енді по времени мои подписчики каждый день пишут, что по времени, когда выйдет машина. Дай Аллах, 2 недели. 2 недели, да? Выйдет. Полностью бітет на сіздің жұмыстарыңыз, Да, Құдай бұйырса. Все. Мына өздеріңіз естіңіздер, 2 аптада бұйыртса бітіп береді. Бұның тек қана алды ғана емес, жұмысы мен сіздерге де алдың серияда да айтқам. Жанынан да кішкене істейтін жұмыстар бар. Соны бітіп кетсе, кейін показкаға береміз. Там удар сильный был, да? Получается. Да, да. Там его тебе уже делали, видишь? Тот старый лонжон, он делалось несколько раз, да? Это уже металлолом просто, да? Вот этот, да? Это низ. Все резаное, да? Залома? Да. Они даже не исправили это, да? Так и оставили. Міне достар, кесілген затымыз. Осында кесілген заттардың бәрі мынандай гара болып тұрады ғой мына жерде. Мынаның еш қайсысы уже жарамсыз болып қалған, бәрі металлоломға кетеді. Я хотел вообще на скат купить там. Да. Рустам аға же на скат сказал. Крыло видел, да? Левое. Крыло левое? Она сильно там потрепана? Там, короче, просто замазали, не вытащили. Не вытащили, а просто слой шпаклевки замазали, да? Вытаскивать его надо. Но она, надеюсь, менять не будем ничего теперь. Нормально, да, все? Маған аппарат, саған ақпарат болды, сосын басталады шит парад. Чат топты жарып, жарыққа қарап, паралап бәрбір блок. Достар, мен алып келген лонжеронның чашканың бер жағынан бастап кесіп қою керек деп сонда шешім қабылдадық. Сондай қылып жасайды. Енді ол да ертең мындай даже заводской точно сварка дейді. Тура заводтағыдай осылай жасап беретін болады. Жаңағы осы жерде істеп жатқан кісілердің айту бойынша точно сваркадан кейін оның сваркамен қойылғаны да білінбей қалады. Никакого минуса нету здесь. Да. Да. Сіз айттыңыз ғой бірінші наскат алып кел деп. И біреу шығып тұр, маған берем деп. Хотя тот наскат дороже, чем этот был. Да, дороже, чем. Он 40 просил. А этот за 32 я купил. Полностью. Достар, мына крыланы жаңа Рустам аға айту бойынша тек қана шпаклевка жаға берген, ешқандай шығарып, ондай жұмыстар жасамаған. Тек қана үсті-үстінен шпаклевка жаға берген екен. Енді қазір ретке келтіріп, бәрін дұрыстап отыр. Артқы есікті де көрдіңіздер, салып қойды.
Енді бұйыртса, жаңа айтқандай тағы бір рет қайталаймын. Ең идеальный состояниясына Рустамаға жеткізіп береді. Что будете делать? Лантерон придет, короче, здесь будет окошко. Ага. Снутри заварится, здесь неудобно, здесь будет варить. Потом, как заварится, потом еще усилитель будет сверху. Сверху Тоже, усилитель, ласка да? внутри будет. Вы это тоже не То же самое. А здесь пойдет она нахлёстом, ну, заводская точка, все останется. Только снизу. Достар, мына өздеріңіз көргендей, басында носкаттан кесетін болып шешкен еді. Енді Рустам ағаның маған айтып қуанып атқан жері, сен жақсы болды дейді. Жаңағы чашкадан бастап, жаңағы үлкен лонжеронды, толық лонжеронды алып келгеніңе дейді. Өйткені қазір менің көлігімнің крылосын бәрін шешкен кезде нағыз картинасы дейді ғой, сүйреті сол кезде пайда болды. Менің өзімнің машинада тұрған лонжероным ұрылмаған жері, жөнделмеген жері қалмаған. Оны жөндеген адамдар да осы жұмысқа, жөндеу жұмыстарына қатысы жоқ адамдар жасаған дейді. Енді барынша минимальный перекупщиктардың ішіндегі ең сорлы перекупщиктар істейтін жұмыспен істеген ғой, былайша айтқан кезде қысқасы. Машина мүлдем нашар жағдайда бұрынғы лонжероны. Енді жаңағы біз алып келген лонжерон прям как раз болған. Сіздер қазір маған астына жазу мүмкін сразу. Сен машинаның ортасынан бастап кесіп тастадың, бүйтіп тастадың деп көп адам кінәлауы мүмкін, бірақ жаңағы бұрынғы состояниясындағы лонжероннан қарағанда қазір біз қойып варт етіп қойын деп атқан лонжеронымыз әлде қайда жақсы, әлде қайда мықты болады ол. Өйткені бұрынғы лонжероны мен сіздерге тағы бір рет қайталаймын. Бірнеше рет жөнделіп, бірнеше қолдан өткен, бірнеше сорлы перекупщиктердің қолынан өткен. Сондықтан да енді достар, мен сіздерге өзім жаңағы сөз бергенімдей, бұл Камриді мен ең жақсы білген состояниясына жеткізетін боламын. Камридің істеліп жатқан жұмысына түсіністікпен қарап, жақсы баға берулеріңізді сұраймын. Мына жаңа Рустам ағаға келдік. Біздің папа да келді. Бір көрейік жұмысын бағалап жүрейік деп. Не көрдің біз таптық өзі, зазорлары бар. Мына бәрі зазорын келді. Сварклеп. Сейчас шикарный кыламыз и потом Достар, мына мына жерін жөндеп жатыр. Қазір зазорларын турлап келе жатыр. Мына өздеріңіз көргендей. Енді мына жерлердің қалған жерлерін сварклеп ретке келтіретін болады. Есікке ешқандай зазорсыз болатын болады. Ал көліктің алдыңғы жағы болса уже дайын. Дегенде кішкене жұмыстары бар, оны бірақ реттеп тастайды алдағы уақытта, Құдай қаласа. Жалпы алсақ, жұмысы енді дайын болып қалды. Қой кірсін бе, қойшы бәрі қырсын де, ең бастысы басым аман болсын де, миым аман болсын де, иім аман болсын. Достар, мына осы соңғы 3 затын алып келіп бердік. Мына герметик жағатын. Общий, короче, 7000 теңге болды ғой. Общий 7000 теңге болды мына үшеуіне. Сейчас до обеда уже вот это закончишь, да? Мына достар, мына жері уже
түсте уже бітеді. Жанша уже полностью кіріскен. Жанша, салам пацанам, загоне. Міне қазір толық осы жерін кіріскен. Сіздерге көрсеткен қырласы айтқан едім. Қырласы қазір жұмысы енді бір 80% бітті. Где-то 80% да уже закончились. Так, 20% қалды. 20% сесет, беті бітеді. Одан кейін арғы жаңағы оң жақ ортаңғы стойкаға өтетін болады. Ол да көп емес. Жалпы алған кезде жұмыс көліктің қанша примерно сколько процентов закончилось бойынша? Если общий взять. Сколько процентов? В общем, процентов 60-70. Вот. 60-70% көліктің 60. Оң жақ осы жанында кішкене жұмыстар бар. Сол ғана қалып тұр. Ал достар, осымен енді осы сериямыз соңына жетті. Енді сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Жалпы көліктің бітуіне аз ғана қалды. Шамамен бір 5-6 күнде жаңағы кассаправтардың айту бойынша көлік ол жерден шығып кететін болады. Шыққан соң мен жаңағы сыртын бояйтын жерді де тауып қойдым. Сол жігіттерге апарып көрсететін болам. Енді алда Камримен менің жоспарым бойынша тағы 2 видео қалды. 2 видеодан кейін Камридің қалай өзгергенін сіздерге көрсететін болам. Көлік толық біткеннен кейін алда тағы бір ой бар. Осы менің арнамдағы видеомды тағатсыздана күтіп атқан подписчиктермен бірге жиналып, соларды шақыртып, осы Камриді бағалайтын бір сәттерін түсірсем деген ойда бар. Енді сіздер қалай ойлайсыздар? Қосатын ойларыңыз болса, міндетті түрде комментарийға астына жазып қалдырыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет, баршаңызға сәттілік.